Ассалаумағалейкум көпшілік. Көмірде құрыған, өмірде құрыған, қалың елім қазағым. Маңдайы тайқы, басынан бағы тайған. Небәрі 100-200 шақты отбасы, 19 миллион қазағымның арқетін арша, борбай етін боршағып отырған мына заманда сіздерге Қытай туралы сұмдық ақпаратты жеткізбекшімін. Баршадарыңызға сәлем. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы, Америка Құрама Штаттарының Нью-Йорк шаһарынан. Қытайдан сұмдық хабар жетіп отыр. Қытайдың ашық ақпаратында жазуынша, Қазақстанның көмірі Қытайдың шығысындағы өлкелерге жетіпті. Ал міне бұл осы біздің бүкіл көмірімізді Қытайға сатып жібергеннен қазақтың өзіне қазақтың көмірі бұйырмай тұр. Қазақтың өмірінде құртқан, көмірінде құртқан біздің ұрығары қарақшы билік енді қазақты масқаралап, мазақтап, аз көмірге қазақты таластырып, бірінің етін бірі жұлып жейтіндей қалға келді. Бұдан өткен сұмдық, бұдан өткен масқара тарихта ешқашан, еш жерде, еш елде қайталанбаса керек. Сонымен қатар, ендігіде қазақта үлкен аштық болуы мүмкін. Неге десеңіз, біздің мына дәлелді сөзімізге қарасаңыз, ешқашан сіздің өзіңіз неге деп сұрақ қоймауыңыз мүмкін. Біріншісі, Қытайда электр энергиясы тапшылығы болды. Оның себебі Қытайдағы Тибет және Уйғур қазақтың Қытай компартиясы жағынан геноцидқа ұшырап жатқандығын үнемі сындаған үшін Аустралияға санкция салып, Аустралияның тауарларына шектеу қоя бастаған еді. Сөйтіп еді Аустралия Қытайға көмірін сатпай қойды. Аустралияның калориясы жоғары қоңыр көмірі Қытайға тоқтағаннан кейін Қытайда тұтас электр энергиясын көмір арқылы өндіретін орталықтардың барлығы жұмысын тоқтатты. Нәтижесінде Қытай үлкен энергия жетіспейтін, электр энергиясы жетіспейтін қалге келді. Ұсақ-түйек цехтарынан, зауыттарынан тартып, үлкен өндіріс орталықтарына дейін жабылуға мәжбүр болды. Тіпті үлкен Пекин, Шанхай сияқты ірі қалаларында электрді күніне бірнеше сағатқа өшіретін, орта шағын қалаларында электрді күні бойы бермейтін жағдайға жетті. Міне Қытайда көмірдің жоқтығынан электрдің жоқтығы туындағаны сияқты, енді жуырда Қытайда аяқ астынан азық-түлікті үнемдеңдер деген ұқтырулар, құлақтандырулар шыға бастады. Қытайдың кәдімгі үкіметтік сайттарының өзінде халық өзіне керекті азық-түлікті, әсіресе ұн мен күрішті жаңағы үнемдеп қолдансын деген бұйрықтар жарияланды. Бұл Қытайдың әлеуметтік желісінде қазіргі кездегі ең қызу талқыланатын тақырып болды. Тіпті соның кесірінен супермаркеттерде, азық-түлік сататын орталықтарда ұн мен күріш қалмай қалды. Қытайға көмір жетпегенде қазақтың көмірі ұшқаннан ұшып Қытайдың шығыс теңізінің жағалауындағы өлкелерінен бірақ шыққан сияқты, Қытайға бидай мен күріш, ұн мен күріш жетіспегенде қазақтың ұны мен күріші солай кеткені 100% күдіксіз. Бұдан бұрында қазақтың кәсіпкерлері Қытайға ұн мен күріш сататын болып, тіпті ет сататын болып, Қазақстанның ауыл шаруашылығы министрі бұған белсене кірісіп, міне аларманға жарайтын болдық. Біздің ұнымыз, біздің күрішіміз Қытайға өтетін болды. Қытай үлкен нарық деп қазақтардың дабыл қағып қуанғанын білесіздер. Ал тұтас Қытайға ұн мен күрішті қазақтан жеткізсе, қазақтың өзі аш қалатыны табиғи. Ойлай беріңдер, күндердің бір күні Қытайға ет жетіспей қалса қайтесіңдер. Онда семіз қазақты қымбатқа, арық қазақты арзанға сату басталады. Бүлгіні аяқ астынан жоғалып кеткен сәбилердің бәрі Қытайға кетіп жатқан жоқ па? Жоғалып кеткен жастар, жасөспірімдер, солар Қытайға сойысқа кетіп, бауырын, бүйрегін, жүрегін, тағы басқа дененің ішкі ағзаларын олар ақшаға айырбастап жатқан жоқ па? Ендеше қазақ, ата жау Қытайдан абайла. Сол ата жау Қытаймен ауыз жаласқан өзіміздің жоғарыда отырған тірі перғауындардан, олардың айналасындағы ұры қарақшылардан абайла. Қазақтың көмірінің шығыс Қытайға барғаны Қытайдың медиасында ашық айтылды, ашық хабарланды. Ал қазақтың ұны мен күрішінің Қытайға өткізіліп жатқаны қазақ медиаларының өзінде айтылып жатқан ақпарат, ешкімге таңсығы жоқ. Қазірдің өзінде Қытайдың
ақпарат құралдарында бұл да ашық айтылып жатыр. Ендеше Қытай медиаларын көріп отырған біз қазақ қоғамына дабыл қақтық. Айналайын қазағым, оян, көміріңді құртып жатқанда, өміріңді құртып жатқанда тірі перғауын және оның үрім бұтағы. Есіңді жи, жағаласпай жан қалмайды. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.